Лавр жапырағы дәмінен басқа қандай пайдасы бар? Лавр жапырағының пайдасы мен зияны туралы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Лавр жапырағына қатысты түрлі пікірлер бар. Мысалы, оны тамақ әзірлегенде тұтас салу және дайын болғаннан кейін қалдыру керек деп есептеледі. Лавр жапырағын дұрыс пайдалану үшін, пайдалы және дәмді болу үшін оның тамақ дайын болғанға 5 немесе 10 минут қалғанда салу керек. Және содан кейін оны міндетті түрде алып тастаған дұрыс. Әйтпесе эфир майымен бірге тамақ ащы болып кетеді. Бұл айтарлықтай мықты дәмдеуіш. Сондықтан оны тамақ ыстық болып тұрғанда салған жөн. Ол ас қорытуды қалыпқа келтіріп қана қоймай, тәбетті жақсартады. Қан тамырларын тазартып, қан қысымын қалыпқа келтіреді. Ағзадағы қабынуды басады. Әсіресе буындардың қабынуына жақсы әсер етеді. Сондай-ақ лавр жапырағы денеден тұздарды кетіруге қабілетті. Салмақ жоғалтуға көмектеседі. Иммундық жүйені нығайтады және жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар антисептикалық және антифункционалды әсерге ие. Лаврдың емдік қасиеттері мұнымен шектелмейді. Сарапшылар аталған өсімдік шашымыздың күйіне әсер етіп, тіпті қайызғақтан арылуға көмектесетінін айтады. Лавр жапырағының қан диабетін емдейтін қасиеті бар десе сенесіз бе? Оның пайдасының ең бастысы адамның иммунитетін көтеруінде. Ол әсіресе суық тиіп ауырған кезде өте пайдалы. Лаврдың құрамында ағзадағы зат алмасу қызметінің дұрыс жұмыс істеуіне қажетті микроэлементтер өте көп. Сондай-ақ ол ағзаны қалдықтардан тазартатын қасиетке де ие. Лавр жапырағы көптеген тамақ түрлеріне айрықша дәм мен хош иіс беретін таптырмас дәмдеуіштердің бірі. Медицина өкілдері жүргізген зерттеулер нәтижесінде бұл өсімдіктің денсаулыққа берер пайдасы мен тигізетін залалдары бар екені анықталған. Оның пайдасының ең бастысы адамның иммунитетін көтеруде. Ол әсіресе суық тиіп ауырған кезде өте пайдалы. Лаврдың құрамында ағзадағы зат алмасу қызметінің дұрыс жұмыс істеуіне қажетті микроэлементтер мол. Сондай-ақ ол ағзаны қалдықтардан тазартатын қасиетке ие. Кептірілген лавр жапырағының тұнбасын ішу бауырдағы тастың түсуіне ықпал етіп, асқазан ауруын емдеп, адамның асқа тәбетін ашады. Тері ауруымен сырқаттанғанда лавр тұнбасын ішу керек. Ал ревматизм мен буыны белі ауыратындар осы тұнбаға сірке қышқылы мен бал қосып ішкені жақсы. Оны дайындау үшін 5 грамм лавр жапырағына 300 грамм су құйып 5 минут қайнатады. Содан кейін оны термосқа құйып алып 4-5 сағат тұндырып қояды да сүзіп күні бойы бір ас қасықтан ішеді. Келесі күні де тұнбаны осылайша дайындап бір ас қасықтан ішу керек. Тұнбаны 3 күн қатарынан ішкеннен кейін 2 апта демалып 8 күндік курсты қайтадан бастаған дұрыс. Майдаланған лавр жапырағының 2 ас қасығын 200 грамм қайнаған суда 2-3 сағат тұндырып, дайын тұнбаны құлаққа тамызса, ауырғанын басып, аққан сұйықтықты тоқтатады. Ал диабет ауруы кезінде 10 дана лавр жапырағын термосқа салып, 3 стакан қайнаған су құйып, 2-3 сағат тұндырып, суын сүзіп алып, ас ішерден 30 минут алдын күніне 3 мезгіл қабылдаса, осы процесті 2 апта бойы жүргізіп, 2 апта демалыстан кейін тағы да қайталау қажет болады. Алғашқы 2 апталықта ағзадағы көмірсулар айналымы едәуір жақсарып, қант мөлшері қалыпқа келеді. Гайморитпен ауырғанда мұрынға лавр жапырағынан алынған майдың бір тамшысын тамызса, тыныс алу жақсарады. Сондай-ақ 10 дана лавр жапырағын 1 литр суға салып, бір қалыпты отта 5 минут қайнатып, оттан алған соң сол қайнатпаның буымен 5 минуттай тыныстауда гайморит кезінде жақсы көмектеседі. Лавр жапырағын ішіп өтіп ауырғанда ішті қатыру үшін де ішуге болады. Стоматит кезінде жас лавр жапырағын шайнау керек. Құрамында эфир майы мен хош иісті заттар мол болғандықтан лавр жапырағы туберкулездің де алдын алады екен. Сондай-ақ лаврды рак, псориаз, диабет секілді дерттерді емдеу үшін де пайдаланады. Ол үшін 10 дана жапырақты жарты литр қайнап тұрған суға салып,
2 сағат тұндырып қоясыз. Сүзіп алып тамақтанардан 20 минут бұрын ішу керек. Лавр жапырағы ағзада жиналған тұзды шығарады. Ол үшін 20-30 дана лавр жапырағына 2 стакан қайнаған су құйып 5 минут қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң қайнатпаны термосқа сүзіп құйып 3-4 сағат тұндырыңыз. Дайын болған қайнатпаны 12 сағат бойы ұрттап ішіп отыру керек. Бірақ бұл емді ішектерді тазартып барып жасаған дұрыс болады. Осы емнің әсерінен кіші дәретке жиі шыға бастасаңыз, онда сіздің бойыңыздағы тұздардың шыға бастағаны. Емдік курсты жылына 1-2 рет қайталап тұруға болады. 30 дана лавр жапырағын майдалап ұнтақтаңыз да 10 қасық бал қосып, үстінен 1 литр су құйып, қоймалжың болғанша қайнатыңыз. Дайын болған тұнбаны сүзгіден өткізіп, жатар алдында 2-1 стаканнан ішсеңіз, бауырдың ісінгенін басады. Қайнатпаны тоңазытқышта сақтауға болады. 20 дана лавр жапырағын 3 литр қайнап тұрған суға салып, кішкене суытыңыз да аяғыңызды сол суға салып парлаңыз. Сонда аяқтағы тершеңдіктен арыласыз. Ал аяғыңыздың сіңірі тартылып маза бермесе, онда лавр жапырағын ұнтақтаңыз. Оны 50 граммына 250 мл тазаланбаған өсімдік майын қосып, жақсылап араластырыңыз. Қоспаны қараңғы жерде 2 аптаға қоясыз. Белгіленген күннен соң дайын болған қоспаны ауырсынған жерге жақсаңыз, көп уақыт өтпей-ақ оң нәтижесін байқайсыз. Ал лавр жапырағының зияны. Лавр жапырағының зиянды тұстарына келер болсақ, оның ең бірінші кері әсері аллергия тудыруы бейімділігінде. Сондықтан да аллергиясы бар адамдар оны емделу үшін немесе тағамға қосып пайдаланғанда абай болғаны жөн. Сондай-ақ емізулі аналарда лавр жапырағына үйір бола бермегені абзал. Ал жүктіліктің кезеңінде лавр жапырағын мүлде тұтынбаған дұрыс. Себебі ол жатырдың белсенділігін арттыратын қасиетке ие. Соның салдарынан жүктіліктің кезеңі уақытынан бұрын тоқтауы, яғни түсікке әкеп соқтыруы ықтимал. Бүйрек, бауыр мен жүрек ауруларына шалдыққанда да бұл өсімдік жапырағынан бас тартқан жөн. Лаврдың құрамында ағзадағы зат алмасу қызметінің дұрыс жұмыс істеуіне қажетті микроэлементтер өте көп. Сондай-ақ ол ағзаны қалдықтардан тазартады. Сондай-ақ лавр жапырағы асқазан ауруын емдеп, бауырдағы тастың түсуіне ықпал етеді. Лавр жапырағын тұтынарда оның зиянды тұстарына мән беріңіз. Егер сізде аллергияға бейімділік бар болса, онда лавр жапырағынан бас тартыңыз. Және жақындарыңызға ескертуді ұмытпаңыз. Ал осы видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.